Енді осы уақытқа дейін халықтың арасында шыны керек неше түрлі қауесет бар ғой, енді тест орталығына тест тапсыруға байланысты. Біразын сіздің әріптестеріңіз шығарады ғой, сондықтан. Бізде өкінішке қарай мынандай бір түсінік бар, бізде оқушылар да сұрайды, маған хабарласып, ағай, Руслан ағай, мына қаңтарда, наурызда болған сұрақтар. Армысыздар ағайын, эфирде Қабілет KZ подкасты білім ғылым саласындағы барлық жаңалықтарды біздің подкасттан тамашаласаңыздар болады. Ол үшін біздің арнамызға жазылып қойыңыздар. Бүгінгі тақырып ұлттық бірыңғай тестілеу 2022 өзгерістер мен ұсыныстар. Бізде қонақта Аятжан Ахметжанұлы, Нұр-Сұлтан қаласындағы Қайым Мұхамедханов атындағы нөмір 90 мектептің директоры. Қош келдіңіз, Аятжан мырза. Және Руслан Емелбаев, бірыңғай ұлттық тестілеу орталығының директоры. Бүгін енді өздеріңізге белгілі осы ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысты сұрақтарды талқылайтын боламыз. Енді еркін форматтағы подкаст болғандықтан біздің көрермендерге түсінікті тілмен, жалпы қазақтарға түсінікті тілмен айтып берсеңіздер осы қазіргі өзгерістер, жаңалықтар туралы. Енді менің білуімше қазіргі таңда ұлттық бірыңғай тестілеуді түлектер 2 рет тапсыруға мүмкіндік алды. Осы туралы тарқатып айтып берсеңіз. 6 рет тапсыруға. Сөйтіп айтыңыздаршы, нақты. 6 рет тапсыруға. 6 рет деп айтайын. 5 рет негіз. 2022-де. Қайсыны есептесек? Бір оқушы 6 рет мүмкіндігі бар. Қаңтар, наурыз, екеуі бар. Мамыр, маусым екеуі. Тамыз. Келесі қаңтарда тапсырылады. Оны есептесек, ақылға түсу. Оны есепте наурызда есептеуіміз керек қонда. Келесі қаңтарда, келесі наурызда тапсырып ақылы бөлімді оқып жүріп тапсыра береді. Жоқ, олай есептесек 10 рет тапсырады. Жаңа мен айтып жатырмын ғой нәрсе. Оны есептесек, биылғы 2022-де 5 рет. Биылғы жылы жалпы 2022 жылы талапкерлерде 5 рет тапсыруға мүмкіндігі бар. Негізінде ереже бойынша бізде 4 рет болып бекітілген болатын. Бірақ соңғы өзгерісте негізгі ұбт дейміз, оқушылардың көбінің грант ұбт деп атайды. Негізгі ең маңызды болған ұбт сол. Бізде жаз айында өтетін, қазіргі кезде біз белгілеп отырмыз, мамыр, маусым айларында. Бұның жаңағы біздің қаңтар, сонымен қатар наурыз және тамыз айында өткізетін ұбт-дан ең басты ерекшелігі, олар да өтеді, олар бірақ ақылы негізде өтеді және олардың сертификаты арқылы оқушылар жоғары оқу орнына ақылы бөліміне ғана түсе алады. Оның сертификаты сондай күші бар. Ал енді мына оқушылардың ең басты болып отырған ұбт-ымыз, бұл грант ұбт деп оқушылардың жалпы тілімен айтар болсақ, ол ұбт-ына биылғы жылы оқушылардың, әсіресе биылғы жылғы түлектердің өткен жылғы 2021 түлектер сияқты онлайн форматта оқуын ескере отыра биылда 2 мүмкіндік беріліп отыр. Міне тіркелу бізде өткен апта басталды. Мамыр айының 14-іне дейін тіркелу мерзімі болады. Қазіргі таңда бүгінгі күнмен есептейтін болсақ 130 мың өтінім қабылданды. Жалпы біздің есептеуіміз бойынша шамамен біз 305 мың деп белгілеп отырмыз. Болжам бойынша оқушы қатысады деп негізгі ұбт-ға. Жалпы бітірушілер туралы статистика бар ғой? Бар. Биылғы жылы жалпы Қазақстан бойынша 170 мың түлек бар. Біз енді оның ішінде ұбт тапсыратындар бар, ұбт тапсырмайтындар бар. Себебі бәрімізге мен ойлаймын мәлім 2017 жылдан бастап негізі ұбт-ны тапсыру немесе тапсырмау ол баланың өз еркінде. Ол қаласа ұбт-ны тапсырмаса да болады. Бұл жерде өте маңызды айта кететін мәселе, ұбт-ның қазіргі кезде қорытынды аттестаттауға немесе баланың жаңағы біліп алтын белгісіне ешқандай қатысы жоқ. ұбт бұл жоғарғы оқу орнына түсу емтиханы болып қалып отыр. Міне жаңа айтқанымыздай биылғы жылы 2 мүмкіндік бар. Біз 14 мамыр күні қабылдау аяқталады өтінімдерді. 16 мамыр мен 6 шілде аралығы, 5 шілде аралығы бізде негізгі ұбт өту мерзімі. Енді жалпы осындай жаңалықтарды енгізу көп соңғы уақыттарда бір реформалар көбейіп кетті білім саласында. Қалай сіз бұрыннан білім саласында жүрген азаматсыз, енді осы ұлттық бірыңғай тестілеу орталығына келгеннен бері не өзгерді сіз келгелі бері? Енді бұл жерде ең басты қазіргі кезде кішігірім өзгерістер бар, бірақ форматында ұбт-ның қатты бір өзгеріс жоқ. Форматы сол бұрынғыдай 5 пән болып қалып отыр, 3 негізгі пән және 2 бейінді пән болып. Мен соңғы 2 жылда жалпы ұбт-да болсын жүйесінде ең басты өзгеріс бұл академиялық адалдық. ұбт-ның шынайы адал өтуі деген бұл өте маңызды мәселе. Мен алдында осы орталықтың басшысы болған Дидар Нұркенұлымен
шынында үлкен бір қарқынға ие болды бұл дағдар. Біздің басты бағытымыз осы. Қазіргі кездегі жұмысын ең басты принципіміз осы ұбт-ның адал, шынайы және ашық өтуі, бұл біздің ең басты мәселеміз. Сондықтан осы ескере отыра өткен жылы мына ұбт-ны өткізу қағидаты болған болатын, бір тестленуші, бір камера және бір компьютер деген. Биылғы жыл біз тағы да екінші камераны қостық. Бұнда енді кейбір оқушылар арасында түсініспеушілік болды. Олар айтып жатыр, бізді өміріміз неге қиындатасыздар, екінші камераны не үшін қойдыңыздар деген сияқты. Біз бұны түсіндіргенде айтып отырмын, мына екінші фронталды камераны қоюдағы ең басты мақсатымыз бұл емтиханның кезінде бөгде тұлғалардың тестленушінің орнында тапсырмауына жол бермеу. Мысалы 2021 жылы негізгі ұбт-да 18 сондай факт анықталған. 18 тұлға ереже бұзып, заң бұзушылық етіп, басқа біреудің орнына ұбт тапсыруға тырысқан. Енді біз биыл апробациядан өткізіп, қаңтар және наурыз айларында бөгде адамның кіруін анықтамады. Себебі жаңа фронталды камераның ең басты міндеті ол тұлғаны сәйкестендіреді. Сол компьютердің басына келіп отырған тұлға нақты сол тестленуші ма деген сияқты. Сондықтан бұл фронталды камера негізгі мақсаты сол. Содан кейін тест кезінде де тестленушіні қадағалап отырады. Себебі қазіргі кезде бізде мына прокторинг дейміз, тексерудің жүйесінің екеуі бар. Біреу онлайн болып жатады ұбт-ның кезінде, екіншісі бұл ұбт-дан кейін. Негізінде балаға берілетін сертификаттың 31 желтоқсанға дейін өту мерзімі бар. Мен қысқаша бір мысал беріп кетейін. Мына ұбт аяқталғаннан кейін толығымен бүкіл Қазақстандағы тестленушілердің видеолары жиналып, олар тағы да бір екінші мәрте тексерістен өтеді. Өткен жылы қазан айының басында осындай мемлекеттік комиссияның отырысы болып, 53 баланың, то есть 2021 жылы ұбт тапсырған 53 баланың нәтижесі жойылды. Оның ішінде 53 оқушының 38-і сол кезде олар бірінші курста оқып, грант иегері болғандардың ұбт кезінде ереже бұзылғаны анықталып, олардың сертификаты жойылып, оқудан шығарылды. Сондықтан бұл үрдіс биыл да жалғасады. Жаңа айтқанда біздің ең басты алдымызға қойып отырған министрлік тарапынан мақсатымыз осы. ұбт-ның шын адал өту. Тіпті мысалы биылғы жылы мына көп неде бар, әлеуметтік желілерде, әсіресе телеграм каналдарда болады, оны жасыратын жоқ. Мына ұбт-ның сұрақтары таралып жатады. Соған байланысты біз қазір жұмыс жасап жатырмыз. Биылғы жылы әр нұсқаны біз не жасап жатырмыз, маркировка жасап жатырмыз, таңба қойып жатырмыз. Әр нұсқаның, егер сондай мысалы нұсқа телеграм канал бір жерге шығатын болса, біз білетін боламыз. Мына нұсқа осындай туған. То есть бұл нұсқа Емелбаев Русланға осындай күні тест тапсырған шыққан болатын. Соның нәтижесінде біз оның нәтижесін жоя аламыз. Мен ойлаймын, бұл өте маңызды қадамдар деп ойлаймын. Әр балаға берілетін нұсқаға біз арнайы таңбалар қоямыз биылғы жылдан бастап. Ол таңбаны көбінесе қазір қалай кейбір балалар телеграм каналдарға неге жібергенде, баланың аты жөні егер емтихан тапсырушы өте жақсы біледі, жоғары жақта жазып тұрады. Кейбіреулер қазіргі кезде сол есімі жазылып тұрған жерін қиып тастайды да, тек қана сұрақты ғана қояды. Біз сол себептен тура сұрақтың ішінде сондай бір кодировка қоятын боламыз, таңбалар. Сол таңба арқылы біз анықтай алатын боламыз. Сол биылғы жылғы негізгі ұбт-ға мен істеп отырған ең үлкен жаңалықтарымыздың бірі осы. Айтжан мырза, енді Руслан мырза өзі жаңалықтарды айтып өтті, жалпы тест тапсыру барысындағы. Сіз осы білім саласында, жалпы өмірде бір жаңашылыққа, жаңалыққа ұмтылып жүретін бір ерекше ұстаздардың бірісіз десем болады. Осы жаңалықты қалай қабылдадыңыз? Осы түлектердің 2 рет тест тапсыру, жалпы санын алғанда 10 рет тапсыру деп жатырмыз. Жалпы бұл дүниелерге мен 2017 жаңартылған ұбт басталды, 2020-дан бастап ұлттық бірыңғай тесттің тазалығына мән берілді. Бұл дүниені қос қолдап қолдаймын. Жалпы ұлттық бірыңғай тест өте жоғары деңгейде сапалы өту керек. Өйткені ол бізге болашақ мамандар дайындап беретін алғашқы қадам. Яғни болашақ мамандыққа сапалы түлек түсу керек. Дәрігер болса сапалы шынайы дәрігер бола алатын адам бару керек деген сияқты. Өйткені бұл біздің болашақта кадр сапамыз. Ал кадр сапамыз мемлекеттің экономикасында, басқасында жасайтын ол мемлекеттік кадр. Өкінішке орай бізде шыны керек Қазақстан қоғамындағы ең ауыр мәселе біздегі ол жұмыссыздық емес, ол біліксіздік. Біздің қоғамда біліксіздік жайылып кеткен, оны жасырып жабар жоқ. Бізде кез келген салада білікті маман табу өте ауыр проблема. Оның бірі осы ұлттық бірыңғай тесттің 10 жылдан астам уақыт шыны керек былығуы. Шыны керек телефон тапсырған кездерде болды,
ұлттық бірыңғай тест оқушы емес, телефон ғана тапсырып шығатын WhatsApp-тың бір дәурендеген замандар болды. Үлкен деңгейде ұсыныс тастап жүріп осы күнге келді. Бұл дүниеге қолдаймын. Ал енді бағанағы тапсырта беру деген дүниеге жалпы мен қалайда жоғары білім беру деген көзқарасқа қарсымын. Гранттың саны шектен тыс көбейту, қалайда тапсырта беру. Мен ойлаймын, бір оқушыға 3 рет мүмкіндік максимум жетеді. 10 рет мүмкіндік деген артық. 3 рет мүмкіндік максимум жетеді. Оның біреуі грантқа, екеуі ақылға. Ол қалай қояды? Ал енді соның санын көбейту мен кешірсін, жеке компанияның бюджетіне жұмыс істеу деп бағалаймын өз басым. Оны ешқашан жасырғаным емес. 10 рет мүмкіндік беру, енді 10 рет тапсырған кезде ол проходной балл алмаса, чектік балл алмаса, онда ол баланың есі дұрыс адам емес шығар деп ойлаймын да. Сондықтан бір адамға 3 рет мүмкіндіктен артық керек емес деп ойлаймын. Өйткені біз елдің бәрін жоғары білімді жасап, елдің бәрін онда біз не үшін іріктейміз? Біреуге 10 рет мүмкіндік береміз, және біз іріктеп отырғанымыз туралы әңгіме айтамыз да. Тазалық туралы әңгіме айтамыз. Бір рет 10 рет мүмкіндік беріп отыр. Сондықтан ол дүниелер артық, және белгілі бір компаниялардың мүддесі ойнап кеткен деп өзім ойлаймын. Онымен Руслан можно келіспес, бірақ өзі. Сіз не дейсіз, Руслан мырза? Енді бұл жерде жалпы шекті ойлаймын, енді ондай қатты бір мүдденің несі жоқ шығар. Бұл енді ұбт-ның кешегі пайда болған дүние емес. Енді бұл қаңтар ұбт-сының қалай қойылғаны. Руслан мырза, мынаны мойындайықшы. Біз ұлттық бірыңғай тест бір оқушыға бір рет болған заман, ол ұлттық тестілеу орталығының өткізетін заманы. Ұлттық тестілеу орталығы өз өткізген кезде ұлттық бірыңғай тест 10 жыл бұрын бір рет болып келді. Ал ұлттық бірыңғай тестті жеке компания өткізген кезде 10 ретке кетті. Енді күмәндануға міндетті түрде қақым бар деп ойлаймын. Аятжан мырзаның жаңағы берген жауабына келісесіз бе, және сіздерде қандай серіктестер бар? Енді біздің электронды форматқа өткеннен бастап 2021 жылдан бастап ұлттық тестілеу орталығының жеке серіктесі бар. Соның базасында өтіп жатыр, Юстадидің базасында. Енді бұны жалпы тек қана бұл жерде ұлттық бірыңғай тест емес, ұлттық біліктілік тестілеу де бар. Одан кейін магистратура, докторантураның қабылдауы бар. Қазіргі таңда Қазақстан бойынша 43 осындай аймақтық тестілеу орталықтар бар. Ол жердегі толығымен инфрақұрылым ішіндегі барлық компьютер болсын, ол жеке серіктесіміз, біз солардың базасында өткіземіз емтиханды. Ал енді жаңағы ұбт-ның қаңтарда өтуі, ол электронды форматқа дейін де болды, өтіп келе жатқан болатын. Ол жердегі енді оған өтудегі ең басты мақсаттарды сол кезде қабылданған шешімдер болды. Қаңтар, наурыз, енді біз қазір 10 рет деп жатқан, енді бұл шектік 10 рет негізде тапсырып жатқан ондай оқушы жоқ. Жалпы мүмкіндік тарапынан айтты. Негізінде бекітілген несі бойынша ұбт-ның бір жылдың ішінде 4 рет тапсыру мүмкіндігі бар. Тек қана биылғы жылы міне өткен жылғы сияқты шешім қабылданып 5 рет болып отыр. Негізге 4, оның жаңа тағы айтып, 3-і ақылы негізде, және жоғарғы оқу орнының ақылы бөлімінде білім алуға, және біреуі ол негізгі ұбт, грант ұбт-сы, ол міне осы жаз айында өтетін ұбт. Енді жаңа серіктестеріміз бар деп айттыңыз, сол серіктес компаниялардың жалпы басшылық жасау сіздің құзыретіңізге кіре ме? Олармен енді біз серіктестік қарым-қатынастамыз. Негізінде арадағы келісім шарт бойынша олар негізгі ұбт-ларды, содан кейін негізгі емтихандардың бәрін олар тегін өткізеді. Тегін өткізу керек. Қалған іс-шараларда олардың өздерін алатын белгілі бір нелері бар, мөлшерлері бар. Енді тағы бір сіздерде жаңалық бар екен, тест орталығы қосымша сынама тест тапсыру туралы. Осы сынама тестке кірген балалар, мысалы, сол жерде сұрақтарды жаттап алып, кейін негізгі тестке кірген кезде басқа бір білімі бар, білігі бар балалардан асып түсіп, мысалы, нашар оқитын бала қиянат жасамай ма деген мәселе. Жоқ, бұл жерде сынама тест дегенде, сынама тесті биыл пайда болған жаңалық емес, ол өткен жылда болды. Тіпті биылғы жылы басында көптеген адамдар тарапынан айтылған не бар, онлайн тест неге болмай жатыр деген сияқты. Ол жерде ең маңызды біз сайтта үлкен бір жұмыстар жүрді. Қазіргі кезде біз негізгі ұбт-ның алдына сынама тест аштық, онлайн сынама тест тегін. Себебі жаңағы
осы уақытқа дейін біз жаңағы сынама тесттеріміз көбінесе нелерде болатын. Аймақтық тестілеу орталықтарына бала барып тапсыруға мәжбүр болатын. Сол жерде тапсыруға. Сондықтан біз қазіргі кезде онлайн тегін тест ашып қойдық. Тест центрдің сайтында бұл тесттер басталды. Негізгі ұбт-ның алдын еттік. Өткен жылдарғы мен арасында бір ғана айырмашылық бар. Сол тест, тек қана бір айырмашылық бар. Өткен жылы сол сынама тесті, онлайн тесті тапсыра білу үшін бала міндетті түрде ұлттық тестілеу орталығының жүйесіне тіркелу керек болатын, аккаунты болу керек болатын. Биылғы жылы біз ондай бір кедергі деп айтпайық, сондай бір шектеуді алып тастадық. Қазіргі кезде кез келген бала, бұл тек қана 11 сынып болу шарт емес. Өткен жылы тек 11 сыныптың оқушылары ғана тапсыра алады. Биылғы жылға 9 сынып болсын, кез келген мектеп оқушысының егер ЖСН болса, сонымен тек қана ЖСН жазады да тестті тапсыруға болады. Енді сіздің екінші сұрағыңызға келетін болсақ, бұл сұрақтарды тапсырып алған бала негізгі ұбт-ға барғанда оған үлкен жеңілдік болды. Біріншіден жаңа айтқанда бұл барлығына қолжетімді болып отыр. Қазақстандағы биыл айтып отырсақ, жаңа 170 мың түлек болса, ол барлығына қолжетімді біздің сайтымызда тұр. Екіншіден, бұл жерде міндетті түрде сол сұрақтар ұбт-ға келеді деген бір заңдылық жоқ. Бұл жерде сұрақтар өзгереді, бірақ сұрақтардың негізгі құрылымы ауысады, бірақ өзегі тақырып қалады. Сондықтан бұл негізгі балалардың негізгі ұбт-ның алдына дайындығына өте үлкен бір көмегін тигізеді. Сол себептен бұлар қойылып отыр. Енді біз бұны одан әрі дамытамыз. Бұл тесттер өткенде де оқушылар арасында не тарап жатыр екен, бұл мамыр айында жабылады, негізгі ұбт-ның алдында жабылып қалады деп. Жоқ, бұл үрдіс одан әрі жалғасады. Оқушыларымызға бұл онлайн сынама тесттер қолжетімді болады әрқашан. Енді екеуінің ерекшелігі бар ғой сонда, ұлттық бірыңғай тестілеу, негізгі тестілеу мен сынама тестілеудің нақты айырмашылығы қандай? Жоқ, ол жерде мынандай нәрсе ғой. Жалпы сынама тест деген нәрсе ол баланың деңгейін тексеретін дүние. Өзінің деңгейін тексеретінге ғана дүние. Ол сынама тесттегі сұрақтар ұлттық бірыңғай тестте кездеседі деген ешқандай дүниеде жоқ. Ол тіпті ықтималдығы да жоқ. Ол жерде бала ұқсас емес қой бір-біріне. Ұқсас емес. Сондықтан ол жерде ол оны сұрақты жаттау, жалпы ұлттық бірыңғай тестті жаттап алып тапсырады деген түсініктен арылуымыз керек. Ұлттық бірыңғай тестті жаттап алып ешқашан тапсыра алмайды. Енді осы уақытқа дейін халықтың арасында шыны керек неше түрлі қауесет бар ғой, енді тест орталығына тест тапсыруға байланысты. Біразын сіздің әріптестеріңіз шығарады ғой, сондықтан. Бізде өкінішке қарай мынандай бір түсінік бар, бізде оқушылар да сұрайды, маған хабарласып, ағай, Руслан ағай, мына қаңтарда, наурызда болған сұрақтар негізгі ұбт-да кездесе ме деп. Кейбір оқушылар тура сол сұрақтың ешқандай өзгеріссіз, үтір нүктесі дейтін өзгеріссіз негізгі ұбт-да келгендігін қалайды. Мәдам, бұл жерде сұрақ тура солай келеді деген қағида жоқ. Бұл жерде ең маңыздысы бала тақырыпты меңгеру керек. Біз қазіргі кезде ең басты бағытымыз жұмыстардың бірі мына жаттанды фактологияға негізделген сұрақтардан мен жұмыс өте көп істеп жатырмыз. Қазіргі кезде мысалы балаларда сынама тесттерді қойдық, соған байланысты балалардың да жазып жатқан соның бәрін ескеріп жатырмыз. Сондықтан бұл жерде баланың сұрақ, жаңа Аятжан мырзаның айтқандай, сұрақты жаттап алу үшін емес, материалды тақырыпты меңгерген оқушыға сұрақты қалай құрылымын өзгертіп алып келсеңіз де, ол бала жауап беруі керек. Сондықтан біздің қазіргі кездегі ең басты мақсатымыз осы. Жалпы ұлттық бірыңғай тестілеудің 3 нұсқасы бар, Қазіргі таңда қойылды, бастапқы кезде біз 3 нұсқа қойылды. Қазір толықтырылып жатыр. Жаңа айттым ғой, бұл бағытта біз жұмыстарымызды жүргіземіз. Әрқашанда қолжетімді болады олар. Аятжан мырза, енді сіз осы Қазбілім орталығының ұстаздары ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындауға арналған тренингтер өткізіп тұрады. Жалпы осы туралы айтып берсеңіз. Республикалық Қазбілім орталығы 2016 жылда жұмысын бастағаннан бері қарай енді тек қана ұлттық бірыңғай тест емес, әртүрлі емтихандарға дайындап келе жатыр. Жылда бізге 3000-5000 арасында түлек бітіреді. Бізге енді бұл жерде ата-ананың алдындағы үлкен жауапкершілік, яғни ата-ана сеніп баласын әкеп отыр. Өкінішке орай қазір заң жүзінде мектеп ұлттық бірыңғай тестінің нәтижесіне жауап бермейді. Дәл осы заңда жамылған кейбір мемлекеттік мекемесі бар, мемлекеттік мектептер бар, жекеменшік мектептер бар. Балаға шын айтқан кезде не болсаң сол бол деп лақтыра салды. Сондықтан жауапкершілікті қосымша білім беру орталығына аралап кетті. Мектеп бұл жерде 11 жылдық біліміне жауап беру керек еді, бірақ жауап бермейді, өкінішке орай. Осы жауапкершілік қазір біздің қосымша білім беру орталықтарына түсіп отыр. Біз енді ол жауапкершілікті түсінеміз. Сол үшін оқушыларға психологиялық және білімдік жақтан
өте үлкен жұмыстар істеуге мәжбүрміз. Өйткені Бұл ата-ана тренингтер қалтасындағы әрбір тиынын санап баласы үшін салады. Баласының болашағы үшін инвестиция салып отырады. Оның қайтарым болу керек. Ал таза тренинг бағытында ұлттық бірыңғай тестте мен өзім өткіземін көбінде қазір орталығының тренингтерін. Ол жерде ұлттық бірыңғай тестке қалай дайындалу керек, неге мән беру керек, бағанағы тест жаттап алу жаттап алмау мәселесі, тақырыптарды қалай жүйелеу мәселесі, адамның уақытын ұлттық бірыңғай тестте қалай қолдану мәселесі, мамандық таңдауға байланысты кеңестер. Сондай нақты өзімнің осы күнге дейінгі өмір жолымдағы және педагогикалық бағытымдағы тәжірибелерімді жинақтап тренинг өткіземін. Бұл тренингтерді сіздер ұлттық тестілеу орталығымен бірлесіп өткізесіздер, менің білуімше. Ұлттық тестілеу орталығымен бірлескен өткен жылдан бері қарай бізде тегін сабақтардың жобасы бар. Ол YouTube каналда, Республикалық қазы білім орталығының YouTube каналында әр күні кешкі сағат 20:00-де тұрақты шығып отырады. Осы тренингтердің арасында, осы сабақтардың арасында біз оқушылардың сұранысымен бұрын негізінен мен тренингті біртұтас офлайн өткізетінмін. Бала көз алдында тұратын. Кейін шалғайдағы балалар онлайн болсыншы деп қайта-қайта сұрағаннан кейін мен бұл тақырыптағы тренингтердің біразын осы ұлттық тестілеу орталығымен бірлескен жобаның аясында онлайн өткіздім. Бұл жоба туралы бірден айту керек. Қазір бізде Республикалық қазы білім орталығының YouTube каналында 600-ге жуық сабақ бар. Ол жердегі сабақтың бәрі ашық және ол жерде ешқандай қаржылық мүдде жоқ. Біз ұлттық тестілеу орталығымен басшысы отыр. Ешқашан қаржылық келісімшарт жоқ. Тек қана ақпараттандыру мақсатында, оқушыларға көмек беру мақсатында. Себебі бізде қаншама ауылдың баласы дайындалай алмай отыр ұлттық бірыңғай тестке. Қаншама отбасылық жағдай төмен адамдар дайындала алмай отыр. Ал олар Астана сияқты үлкен қалалардағы мықты мұғалімдерден дәріс алғысы келеді. Сол мүмкіндікті біз ұлттық тестілеу орталығымен бірлесе отырып жасап отырмыз. Бұл жерде ұлттық тестілеу орталығы бізде тек қана ақпараттық демеуші деп қана айтуға болады. Тренингтер тегін, сонда 2 жыл. Ал сабақтар ақылы, иә? Жоқ, тегін. Біз межеде былай 2 жыл қатарынан ұлттық тестілеу орталығы, жаңа Айша мырза айтқандай, білім беру орталықтың ең алғаш осы қазы біліммен немен басталды. Бірлесе отырып осындай жоба басталды. Биылғы жылы біраз ауқымды кеңейтті. Қазір кезде 6 білім беру орталығының қолдауымен аптаның әр күні дүйсенбі бастап сенбіге дейінгі аралықта 2 тілде, енді басым бөлігі бұл эфирлардың көбінесе қазақ тілінде өтіледі барлық пәннен. Бұл жерде барлық ешқандай қаражат, ешқандай мүддесі жоқ. Бұлардың бәрі тегін өткізіп жатыр. Сабақтарда тренингтерде тегін. Және біз бұл сабақтар болып жатқан кезде ең басты біздің қойылатын шарттардың бірі ол міндетті түрде тікелей эфир болу керек. Себебі ол жерде көріп отырған бала комментарий жазып өзінің сұрағын сұрай алу керек. Бұл жерде соптен жаңа айтқандай ең басты мақсат бұл жерде бірінші кезекте ауылдың балаларына, ауылдағы біздің ОБТ тапсыратын оқушыларға көмек беру. Себебі жаңа айтқандай білікті мамандарға олардың қолжетімді болмайды. Осындай бір жобаны бастадық. 2 жыл қатарынан өтіп жатыр. Биыл жылдың басында ата-аналардың өздері хабарласып сұраған болатын, осындай жобаны жалғастырсаңыздар. Шын нәтижесі өте көп пайдасы тиіп жатыр оқушыларға. Енді оның бір нәтижесін бір сараптап, сондай бір сараптама өткен жылы жұмыстар бар ма? Бізге енді ұлттық бірыңғай тест тапсырғаннан кейін қаншама әлеуметтік желілерімізден, ресми поштамызға да, тіпті Қазпоштадан да бізге рахмет айтып хат жазып жүрген. Мен енді ұзын саны 40-тан астам хат алдық біздің бір орталық. Яғни Қазақстан бойынша қанша орталық бар? Біз сіздердің арқаларыңызда грант иегері болдық. Сіздердің сабақтарыңыз көп пайдасы тиді деген. Енді ол тегін жасалып жатқан дүние болғандықтан, және оны 20:00-де енді ел үйінде шай ішіп отырған кезде мұғалімнің тікелей эфирде сабақ өтіп жатуы мұғалімнің үлкен ерлігі. Соның арқасында. Енді бұндай дүниелер балаларға тек қана жақсы жағынан әсер етеді деп ойлаймын. Тіпті оның сабақтардың алды қазір 100.000 мәрте көрілген сабақтар да бар. Оны қазір тек қана оқушылар көрмейді. Оны әріптестер көреді, мұғалімдер көреді, тәжірибе алмасады. Анау жақта жүретін бір биология мұғалім, біздің орталықтың биология мұғалімімен қайтеді, тәжірибе алмасады.
мына тақырыпты былай да түсіндіруге болады екен ғой. Мен бұл дүние 2016-2017 осы орталықты ашқандағы ең үлкен арманым еді. 1-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейінгі сабақтың бәрі ютубта тұрса, ауырып қалған бала ютубтан тақырыпты ашып көріп алса, мысалы қандай да бір шарт жағдаймен мектепке бармаған бала көріп алса деп. Енді бұл арман шыны керек енді іске асып жатыр. Ал бұл мысалы сіз орыс тілінде немесе ағылшын тілінде каналдарды қараңыз, бүкіл орта білім түгілі жоғары білімнің өзінің лекциялары толығымен тұр. Адам келген уақытта қолжетімді. Қазақ тілді ақпарат аз дейсіз. Бұл кеңістікті пандемия біраз толтырды. Пандемияға мен сол үшін рахмет айтамын. Енді жалпы осы Қазбілімнің ұстаздары тест дайындау жұмыстарына қатыса ма? Ол енді мемлекеттік бірлесіп жұмыс жасайсыздар. Бұл кісі айта алмайды, мен де айта алмаймын. Ол тестті кімнің дайындайтыны, ол мемлекеттік құпиямен қорғалатын дүние. Енді сонда да сізден сұрағым келеді, жалпы тестті мұғалімдер дайындайды ғой, ұстаздар? Мұғалімдер дайындайды, оның өзінің белгілі бір талаптары бар. Мысалы, көбінесе бізде қандай критерийлер бар нақты? Қоғамда біріншіден айта кетейін дегенім, қоғамда дұрыс емес бір түсінік бар. УБТ-ның сұрақтарын тек қана ұлттық тестілеу орталығы мамандар ғана дайындайды. Сол себептен сіздердің жаңа сұрақтарыңызды баланы білмейсіздер, сіздер сабақ беріп жатқан ұстаздар емессіздегілер, тек қана жаңағы мекемеде отырады, оқушының не түсініп, не түсінбей жатқанын білмейсіздер. Бірақ мына жерде бір айта кететін нәрсем, біздің ұлттық тестілеу орталығының мамандары, олар көбінесе ұйымдастырушы, үйлестіруші қызмет атқарады. Сұрақтардың басым бөлігін құрастыратын ол біздің осы мектепте сол оқушыларымызға сабақ беріп жүрген пән мұғалімдер шақыртылады. Басым бөлігі бұл орта білім беру мектептерінде сабақ беріп жүрген мұғалімдеріміз. Одан кейінгі жоғарғы оқу орындарынан бар. Бұл жерде негізгі білесіз ұлттық тестілеу, ұлттық бірыңғай тестілеудің сұрақтары олар мемлекеттік құпия деңгейінде. Сол себептен біз енді көп айтады, неге біз білмейміз сұрақ бар. Біз оны жариялаймаймыз, оған болмайды. Біріншіден, екіншіден бірақ белгілі бір критерийлер бар. Әрине. Мысалы, оның жоғары білім болу керек, кем дегенде 3 жыл еңбек өтілі болу керек білім саласында. Сонан кейін санатты болу керек категориялары. Одан кейін міндетті түрде ол мына тестология саласында сертификаттар болу керек. Бізде жалпы сұрақ құрастырылғанда ол тек қана жаңағы сұрақ құрастырыла салмайды. Ол сұрақ құрастырылады, одан кейін ол 2 экспертизадан міндетті түрде өту керек. Енді қазір осы бағытта да біз біраз жұмыстарды күшейтіп жатырмыз. Оған арнайы комиссия бар ғой да? Арнайы комиссия бар. Себебі біздің қазір кезде қағидамыздан біз қазір кезде өзіміздің осы орталығымыздағы мамандардың барлығын белгілі бір тәжірибеден оқытудан өткізейік деп жатырмыз. Себебі басты бір нені ұмытпауымыз керек. Сапалы сұрақты сапалы маман құрастырады. Сондықтан біздің қазір кезде сапалы сұрақ шығу үшін бұның енді өте үлкен себептер бар. Мысалы, мен айта кете деп отырғаным, оны біз талай жыл, мен оның алдында ұлттық тестілеу орталығына келмей тұрып та, осы білім беру орталықтары бәріміз бас қосқан кезде де сол кезде айтып жүретінмін. Бізде өткен жылды 2021 жылы 8 қазанда ұлттық тестілеу орталығының жалпы бүкіл қызметіне байланысты жаңа пресс-курант бекітілді. Бізде оған дейінгі бір сұрақтың құрастырылатын, енді мен оны қазір ашық түрде айта алмаймын, бір сұрақтыңға төленетін баға өте төмен болған. Сол себептен енді сіз ойлаңыз, ол сұрақты кейбір кезде сондай бағаға сапасы да төмен болды дейсіз ғой, соған сәйкес. Енді биылғы жылы жаңа пресс-курант бекітілгеннен кейін, министрлік оны бекіткеннен кейін қазіргі кезде бір сұрақтың құны 2-3 есе көбейді. Тіпті біздің бұны мысал ретінде кейбір мұғалімдер ол жерде сұрақ құрастыруға келмейді. Себебі олар біз мәжбүрлей алмаймыз. Олар ұсыныс жасалады. Мысалы, Аятжан мырза, сіз химиядан сұрақ құрастыруға сізді ұсынып отырмыз, келе аласыз ба? Мұғалім бас тарта алады. Қазіргі кезде осы жаңа пресс-курант бекітілгеннен кейін кейбір сондай білікті, жақсы сұрақ құрастыратын мұғалімдер өздері хабарласып айтып жатыр. Бізді шақырсаңыздар бола ма? Біз келіп сұрақ құрарыз. Бұл да мен ойлаймын үлкен, әрине бәр нәрсе ол жерде бағамен ғана шешілмейді, но ол да негізгі факторлардың бірі. Сондықтан біздің негізгі жұмысымыз осы бағытта. Бағаның бәрібір сапаға әсер ететіні. Әсер етеді, әрине. Бұл енді бұл жерде заңдылық қандай баға қаражат төлесеңіз, сондай сапада сұрақ аласыз. Жақсы төлесеңіз, жақсы сапада сұрақ. Бұл жерде білікті маман өзінің құнын біледі. Өзінің құнын біледі, сондықтан ол болмайтын тиын тебенге, мысалы, облыстан Астанаға келіп, шаршап жүргісі келмейді.
Сіз өзіңіздің құныңызды білесіз бе? Сіз мысалы PhD докторсыз. Өте жақсы білемін. Осы тест мәселесіне араласып жүресіз бе енді? Құпия дейсіз ғой, біліп отырмын дегенмен. Менің жалпы білім саласында өз құнымнан тысқары 2-3 түрлі жеке амбицияларым бар. Неге? Өйткені білім саласы ол ұлттың мәселесі. Ұлттың мәселесінде мен шыны керек мектеп директорлығына айына 2-3 миллион теңге табатын бизнестік сферадан тастап айына 280 мың теңге жалақы алатын мектептің белгілі бір деңгейде шектеуі бар орындыққа келіп отырып отырмын. Неге? Өйткені біз істемесек, құр сынап жүре бергеннен не өзгереді, қоғам не өзгереді? Біз өзімізді белгілі бір деңгейге құрбандыққа шала алмасақ, онда біз кешегі Алаштың атын айтып ұрандағанымыздың пайдасы не? Біздің сөзіміз бен ісіміз бір жерден шықса, онда белгілі бір деңгейде біз қаржылық мүддені сырып тастап, кейбір дүниелерді істеуге мәжбүрміз. Сондықтан осы жолды таңдадым дейсіз? Осы жолды таңдадық. Қаншалықты енді көңіліңізден шығады? Көңілімнен енді мен үшін біраз нәрсе келудің алдында келісіліп келген еркіндігімнен белгілі бір деңгейде алыстамаймын деп келген адаммын. Сондықтан белгілі бір деңгейде менде тұсау аздау. Тұсауға түскім келмейді. Басқа форматтағы адаммын дейсіз ғой кішкене. Басқа форматтағы. Өйткені мен ол кресло маған байланып қалған дүние емес. Менің еркіндікте ол креслоны кез келген уақытта тастап кететінімді менің саламдағы кез келген адам біледі. Сондықтан мен еркіндігімді жоғалтпаймын. Сондықтан менің өзімнің келгендегі жұмысымды, миссиямды белгілі бір деңгейде артығымен атқарып жатырмын деп өзім ойлаймын. Рахмет. Білімге деген осы жанашырлығыңыз, қазаққа деген жанашырлығыңыз үшін. Мысалы енді Руслан мырзалар жалпы білім саласындағы кез келген күні, кез келген уақытта шақырады, кез келген уақытта жоқ, менің салам, менің жауапкершілігім жоқ, ол жерде ойбай менің қаржылық мүддем жоқ. Біз әрқашан дайынбыз. Өйткені бұл ұрпақтың мәселесі, біздің ертең бар не жоқ болуымыздың мәселесі. Өйткені Ахаң айтады, халықтың түзелуінің үміті жастарда, ал жастардың түзелуі олардың қалай білім алуында дейді. Ал біз қалай білім беріп жатырмыз, ертең соны өнімін көреміз. Ұлттық тестілеу, бірыңғай тестілеу орталығы биыл тағы бір өзгеріс бар, осы әр пәнге тақырыптық талдау жасау деген сияқты. Осыны толық айтып беріңізші, қалай сонда әрбір пәнге талқылау жасап? Талдау дегенде ол Наурыз ұбытысында пилоттық жоба ретінде енгізілді. Ол жердегі біздің ең басты мақсатымыз ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсырып жатқан оқушылар бұрынғы кезде тек қана балл ғана алатын, қанша ұпай алғаны және қай сұраққа дұрыс жауап берді, қай сұраққа бұрыс жауап берді деген тек қана балын ғана көретін. Өткен біз енді әсіресе Наурыз ұбытысында біз негізі қаңтарға жоспарлағанбыз, оған үлгермедік. Ол жерде біраз ауқымды жұмыс бар еді. Сондықтан бұны Наурыз ұбытысында енгіздік. ұбт қазір тапсырып болғаннан кейін әр оқушының жеке кабинетіне өзінің тапсырған нұсқасы бойынша оған қай тақырыптардан сұрақ келді. Немесе тақырыптың ішінде тақырыпшадан қандай келді және ол оған қаншалықты дұрыс жауап берді, соның бәрі шығып тұрады. Бұл енді ең басты бұл жердегі сіздердің тараптарыңыздан жүргізіліп жатқан жұмыс қой сонда. Иә, біздің тарапымыздан. Ол енді ол анау үлкен нелермен big data дейді. Сонымен жұмыс істей білу несі бар. Ол енді бұл негізінде үлкен бір жобаның кішігірім бір алғашқы қадамдары. Біз оны одан әрі дамытайық деп жатырмыз. Ол жердегі Наурыз ұбытысына тапсырған оқушылардан да өте жақсы нелер алдық. Фидбак болды бізге. Олар айтып жатыр, иә, себебі бала негізгі ұбытыға барар алдында оны білу керек. Қай тақырыптардан оның жақсы меңгерген, қай тақырыптарды ол жаңағы төмен нашар меңгеріп жатыр енді дайындығын. Енді бұны біз енді Наурызда енгіздік. Қазір кезде осы жүйені тек қана ұбытылармен шектелмей сынама тесттерге де қосайық деп жатырмыз. Негізі мақсатымыз сол болу керек біздің. Сынама тесті бала тапсырғанда ол тек қана балын білмеу керек. Ол нақты маған мына тақырыптан келді, мен дұрыс жауап бердім, мына тақырыптардан мен төмен жауап бердім, демек мына тақырыбымды мен одан сайын жақсартуымыз керек деген сияқты не болар. Осындай оймен, осындай мақсатпен басталған бір іс болатын. Енді қазіргі кезде негізгі ұбт-да да болады. Бірақ негізгі мақсатымыз бұны барлық ұбт-да, негізгі ұбт-да да, ақылы ұбт-да да, сынама тесттердің бәріне осы тақырыптық талдауды енгізу біздің мақсатымыз. Негізі жалпы осы 3 деңгейі сіздерде: ақылы, тегін, сынама тестілеу.
Енді осы тестілеуге дайындау бойынша балаларды өзіңіздің тренингіңізді өткізіп жүрсіз. Сол тренинг туралы қалай дайындалу керек, бір қысқаша балаларға, оқушыларға, ата-аналарға? Бірінші айтатын нәрсем, ақыл кеңес айтып өтсеңіз біздің подкастта. Кәдімгі қайдан көруге болады? Ұлттық бірыңғай тестке дайындалған кезде бірінші кез келген пәннен нөлден бастап соңына дейін әрбір тақырыппен жеке-жеке жұмыс істеп шығу керек. Мысалы, нөлден бастап, мысалы, математика болатын болса, анау жай бөлшектерді бөлу, қосудан бастап, геометрияға дейінгі, кеңістік геометрияға дейінгі тақырыптарды, тригонометрияға дейінгі тақырыптарды толыққанды бір рет қайталап шығу керек та, тақырыптармен жұмыс істеп шығу керек. Одан кейін барып тестке өту керек. Себебі тесттің, мысалы, бірінші сұрағы басқа тақырып, екінші сұрақ басқа тақырып, үшінші сұрақ басқа тақырып болуы мүмкін. Бірден тестке өтетін болса, үш сұрақ, үш тақырыпта бала 3-ақ сұрақпен шаршап қалады. Ары келсе 5 сұрақпен шаршап қалады. Сондықтан бірінші бала бастаған кезде кәдімгі тақырып бойынша жүйелі бастау керек. Екіншісі, мен қашанда оқушыларға айтамын, тест жаттап алуға болмайды. Тест жаттап алып ешқашан жоғары балл алуға мүмкін емес. Сондықтан тестпен жұмыс істеу, ол тек қана сенің біліміңді қайталап шыңдап отыру үшін керек. Келесі, тестпен жұмыс істеген кезде бізде бір кітаптар бар, бір енді оны қандай адамдар жазатынына мен де кейде күмәнім қараймын, педагогика екендеріне. Тек қана дұрыс жауабын беріп, тесттер жасап шығады, мысалы. Абылайхан қай жыл туған, 1711 жыл туған деген сияқты тесттер жасап шығады. Ол ондай емес. Бала тесттің жауабындағы қате жауаппен де, дұрыс жауаппен де жұмыс жасай білу керек. Яғни қате жауап неге қате? Ол қандай сұраққа жауап болуы мүмкін? Дұрыс жауабы неге дұрыс? Басқа жерде болуы мүмкін ғой. Өйткені тест өзгерген кезде, белгілі бір деңгейде жаңарып отырған кезде, ол бәрібір оқулықтың мазмұнындағы дүние. Сондықтан тесттің сұрағы мен жауап алмасуы мүмкін деген сияқты. Яғни әр бала тестке талдау жасай алатын қабілетте болу керек. Ол дұрыс жауабын жаттап алатын емес, тестке талдау жасай алатын қабілетте болу керек. Осы бағытта дайындау керек баланы. Ол жерде мұғалімда бұл дағдыны меңгеру керек. Мұғалімда өзінің тақырыптық кәдімгі жоспары болу керек. Мен мынандай уақытта бастаймын, мынандай уақытта бітіремін, мынандай тақырыптар, мысалы, бір тақырып өтсе, соның артына, соның тақырыптыңға байланысты тесттер, мысалы, сосын ең соңында барып жалпылық тестпен жұмыс істеуге болады. Бұл нәрселерді балалар ескеру керек деп ойлаймын. Енді сіз осы ұлттық бірыңғай тестілеу тапсыру барысында жалпы әрқашан бір ұсыныстарыңызды айтып, жаңашылдықтар енгізгіңіз келіп, сондай пікірлер айтып жүресіз. Осы қазір қандай ұсыныстарыңыз бар? Енді қасыңызда басшы отыр. Тестілеу орталығының осындай мүмкіндікті пайдаланып айта алайық. Бұл мен үшін мүмкіндік емес. Біз жиі кездесіп отырамыз. Жиі кездесіп, жиі талқылап отыратын. Мен үшін мүмкіндік шығар мүмкін. Бірінші дүние, мен ұлттық бірыңғай тестті әлде жетілдіре түскенін қалаймын. Бұл жерде бірінші дүние, бізде тең балл алып қалатын оқушылардың мүмкіндігі көбінде шектеледі. Жасыруға бар жоқ. Тең балдар көп шығады, өйткені бізде бар жоқ 140 балл. Сол үшін мен бір ұсыныс айтып жүрмін. Біз ұлттық бірыңғай тестте 2 блок болады. Міндетті пәннің блогы, таңдау пәннің блогы. Мен 2 блокты 2 күнге бөлу керек деп ойлаймын. Және 2 блоктың да санын арттырып, ұлттық бірыңғай тест кемінде 200 немесе 250 балдан тұратын тестке айналу керек. Яғни баланың мүмкіндігі жан-жақты, мысалы, біреу 104 алса, екіншіде 104 алса, біреу түспей қалатындай бір немене болмау керек, шектеу болмау керек. Яғни оның екінші аттестаттағы балын қарайтын, оның отбасылық жағдайын қарайтын, басқалар немене болмау керек. Барынша бұл мүмкіндікті қарастыру керек. Өйткені әлем елдерінде, мысалы, өзіміздің көршілеріміздің біразында, мысалы, Қытайда 750 балл, Жапонияда 1000 балл. Мысалы, біздің өзіміз Назарбаев мектебінің түсу емтиханының өзінде 1500 балл. Ал ұлттық бірыңғай тест 140 балл. 140 балл ол шектеу деп қараймын. Сондықтан 2 блок 2 күнде өту керек. Мүмкіндік ашылмай қалады. Бұл бірінші дүние. Екінші дүние, мен енді мамандықтыңға байланысты шектік балл деген дүние бар. 140 балдан кейбір мамандықтарға түсу 50 балл. Бұл өте төмен көрсеткіш. Яғни тесттің 50%, 140-тың 50% қанша? 70 балл. Ең төмен шектік балл 70 балл болу керек. Өйткені 50%-ын орындамаған адам, мысалы, университетте оқыдық қой, 50% ала алмасаңыз, сіз екісіз, яғни 2-ге білетін адамда қабылдап аласыз деген. Бұл шектік балл. Екінші, таңдау пәндерінің шектік баллы бар. Бізде таңдау пәндерінің шектік баллы 45 балдан 5 балл. Бұл ұят шектік балл.
Мысалы сен болашақ химия саласына барасың, химиядан 6 балл алсаң шектік балдан асқан боласың. Сенің ол таңдап отырған таңдау пәнің ғой. Ол міндетті пән емес, таңдау пәні. Яғни менің қабілетім осы жаққа деп сен таңдайсың ғой. Өзің таңдап отырған саладан 45 балдан 5 балл деген нәрсе енді сонда салалық маман болатын бір күмән туады. Маман болады деген сұрақта маңызды. Сондықтан таңдау пәндерінің шектік балын көтеру керек деп ойлаймын. Енді бұндай ұсыныстардың аптасында демей-ақ қояйын, айында неше мәрте министрлікте де, жеке де Руслан мырзамен неше мәрте талқылап жүрміз, ұсынып жүрміз. Енді мен өзіме бұлай алғым келмейді, бірақ ұлттық тестілеу орталығының, ұлттық тестілеудің ұбт-ның бүгінгі белгілі бір жетістіктері болса, бүгінгі белгілі бір тазарғаны болса, белгілі бір деңгейде өзімнің қолтаңбам бар екенін ішінен сеземін. Керемет. Енді сіз мектеп басшысы ретінде осы тестке дайындалып жүрген балалардың, оқушылардың жалпы бір психологиялық тұрғыдан сіздерде бір көмек көрсетіле ме? Біз тренингте жаңағы тест тапсырудағы адалдық туралы, білім туралы жалпы көп айтамыз, иә? Бірақ оның ар жағында психологиялық жағдай жатыр, баланың тағдыры жатыр. Қандай жұмыстар жүргізіледі жалпы мектептерде? Бағана орталықта өткізіп жүрген тренингтерді мен мектептегі өзімнің мектебімнің оқушыларына да өткіземін. Бір. Екіншісі, заңда қалай болса солай болсын, мен мектебімнің ұлттық бірыңғай тестіне жауап беремін. Заң жауап бермесе бермей-ақ қойсын. Бірақ мен ол жауапкершілікті мен өзім арнам. Өйтпесе мен былтыр ашылған мектеп, менде ол балалар 1 жыл оқиды, немесе 1,5 жыл оқиды. Бірақ мен ол балалардың алдында менің өзімнің жауапкершілігімді ешқашан ұмытпаймын. Ал жауапкершілік бар жерде жұмыс болады. Дұрыс айтасыз. Енді жаңа академиялық адалдық, иә, сол анықтау жалпы соны қолға алу барысында тест тапсырған кезде бұрын бір камера болса, қазір 2 камера қойдық дедіңіз. Енді тест тапсыруға өтінімдер қабылдау басталып кетті. 16-сына ма? 16 мамырда. 14 мамырда тест басталады ұлттық бірыңғай. 16 мамырда тест басталады ұлттық бірыңғай. Дайынсыздар ма техникалық жағынан? Енді техникалық жағынан қазір өте үлкен жұмыстар жүргізіліп жатыр серверлі. Себебі қазіргі кезде компьютерлік форматқа өткеннен кейінгі ең басты жұмыстардың бірі бұл жаңағы ақпараттық қауіпсіздік дейміз ғой. Сол сала біз үшін өте үлкен жүктеме беріп жатыр. Ол жерде арнайы мамандар болуымыз керек. Енді ол өзі бір бөлек бір дүние және бөлек бір әлем деп айтсақ болады. Ол себебі көзге көрмейтін виртуальный бір әлемде. Сондықтан ол жақта да қазір жұмыстар жүріп жатыр қарқынды. Енді бұл жерде мен ойлаймын, бұл жерде академиялық адалдықты әрқашан айтамыз. Бұл академиялық адалдық тек қана ұлттық тестілеу орталығы немесе министрлікке немесе белгілі тұлғаларға қажет емес. Бұл жалпы біздің қоғамға қажет дүние. Ол бәрімізге қажет дүние. Сондықтан мысалы мына Наурыз ұбт-да өткен жылмен салыстырған, енді әрине біз жақсы жағында айта кетуіміз керек. Оқушылардың, жалпы ұбт тапсырып жатқан оқушылардың қазір ұбт-ны өткен жылғы Наурызбен биылғы жылғы Наурызға салыстырғанда мына емтиханның кезінде біз 259 баланы, биылғы жылы 259 баланы тесттің кезінде белгілі бір ережені бұзған үшін, өзара сөйлескен үшін, немесе шпаргалка қолданбақшы болған үшін нәтижелерін жойдық. Өткен жылы бұл көрсеткіш 2 есе болған. Балалардың да негізінде ұбт-ны таза, адал тапсыруға деген ұмтылыстарды, қадамдары бар, оны да айта кету керек. Бірақ жаңа біз көбінесе айтамыз ғой, 2 камера қойдыңыз психологиялық тұрғыдан балаларға жаңағы ауыр емес па деген сияқты, бірақ мен бұл жерде біз әрқашан ұмытып кететін бір нәрсеміз бар. Біз көшіруге тырысып, ұбт-ны адал емес жолмен тапсыруға тырысқан оқушыны аямауымыз керек. Біз көбінесе 11 жыл бойы адал оқып, сол ұбт-ға барып, біреу соны көшіріп, алдын алып кетеді ғой бір оқу. Сол жаңағы өзінің адал еңбегімен негізгі балын алған оқушыны неге ойламаймыз деп екен? Ондай болды ғой, талай грантқа түсе алмаған оқушы. Вот сол оқушының, мен әрқашан айтамын, қоғамда біз көбінесе жаңағы көшіріп алып, нәтижесі ойған оқушыларды көп айтамыз. Бірақ сол бұрынғы кездері талай болды, мен өзім мұғалім болғанда да білемін. Өзін адал балын алады, 105 балын. Бір оқушы көшіріп 115 бал алып кетеді, гранттан алып шығады, бірақ мына баланың психологиясын неге ойламайды ешкім? Біздің негізгі мақсатымыз ұбт-ны, мысалы жаздағы 2 мүмкіндік беріліп отыр ғой. 2 мүмкіндікке беріліп отырған, біз ол жерде қатал бір тәртіп қойып отырмыз. Мысалы 2 мүмкіндіктің кез келгенде ереже бұзған оқушысының 2 мүмкіндігінде нәтижесі жойылады. Және грант конкурсына жіберілмейді. Мысалы біріншісін тапсырды дейік, жақсы тапсырды, ереже бұзбай. Екіншісінде ереже бұзушылық болды ма?
екіншісінде біріншісінде толығымен нәтижесі жойылады және грант конкурсына жіберілмейді. Бұл жерде бұл өте маңызды біз үшін жаңағы. Енді кейбір оқушылар жаңа айтып отырсыз, мысалы біздің мысал ретінде айта кетейін, Наурыз ұбт кезінде белгілі бір ереже бұзушылықтарды бізге көмектесетін кейбір оқушылар бар. Менің тікелей номерім бар, балалар жазады WhatsApp-тан. Ағай, осындай жерде осындай бір ереже бұзушылық болды, соны тексеріңіздерші дейді. Біз осылай бір енді есімін атамай қояйын, бір оқушымыз арқылы ол әрқашанда байланыстамыз. Біз 8 ереже бұзушылықты анықтап емтиханнан кейін 8 оқушының нәтижесін жойдық. Балалардың ол баладан сұраймын ғой, ол баланың маған жазатыны, ағай, мен өзім ұбт-ны адал тапсырамын, және ұбт-ны адал өткенін қалаймын, сол себептен мен сізге осындай нелерден көмектесемін. Бұл да өте маңызды не. Бұл жерде жаңа айтқандай, бұл ұбт-ның адал өтуі, ол тек қана белгілі бір тұлғаларға немесе министрлік пен ұлттық тестілеу орталығы, бұл жалпы қоғамның мәселесі, қоғамымызға қажет дүние. Бұл өте маңызды мәселе. Бір ғана нәрсе де бұл жерде баланың психологиясына соққы болатын, ол адалдық емес, адалсыздық, арамдық соққы болады. Екінші, біздің қоғамда бір нәрсе бар. Біз заңмен күреспейміз, заңсыздықпен күресеміз. Біз заңсыздықты орнатқымыз келеді кез келген уақытта. Біреу заңды талап етсе, өкінішке орай біз олай ел бола алмаймыз. Біз құқықтық мемлекет ретінде қалыптасатын уақытымыз келді. Яғни заңды бұзған кез келген адам соған қарай ол үшін қоғам, жалпы қоғам білімді болу керек. Ол үшін деп біз ол үшін былай жауапкершілік бар да, ол үшін мынаны біздерге осы ұбт-ға оқушыларға талап қойсаң айтады, ол үшін университетіңді дұрыс таба алмайсың ба дейді да. Сондай түсініктен арылуымыз керек. Бірінші университет дұрыс таба аламыз, екінші балаларға талап қоямыз деген нәрсе болмайды. Бірінші балаға талап қоямыз, екінші университет дұрыс табамыз деген болмайды. Бәрі бірге жүре беру керек, бәрі тазара беру керек. Өйткені университетке баратын бала кім ертең? Ертең бүгін ұлттық бірыңғай тестіне көшіріп алған бала ертең за счеткада ақша беріп қойып тұрады. Ол қауіпті дейсіз ғой болашақ. Қауіпті ары қарай жайыла береді. Ол ертең сапасыз маман болып шығады. Сапасыз маман өзі біреуге ақша беріп за счет қойдырған адам ертең ақша алып за счет қойып береді. Ол өзі берген адам өзі алатынын ұмытпау керек. Рахмет, бүгін осындай керемет білімдеріңізбен бөлісіп, бірге пікір алмасып, біздің эфирімізге келіп, ата-аналарға, жалпы оқушыларға керемет кеңестеріңізді бердіңіздер деп ойлаймын. Бір жол көрсетіп, бағыт бергендеріңіз үшін үлкен рахмет айтам. Алтын уақыттарыңызды қиып, бізге студиямызға келіп, осындай әдемі әңгіме айтқандарыңыз үшін де рахмет. Жалпы білім биігін бағындыратын балаларымыз, оқушыларыңыз көбейе берсін. Осы биіктен түспей, әрдайым абырой биігінен көріне беріңіздер. Рахмет сіздерге. Рахмет. Рахмет, сау болыңыздар.